Сәлем, құрметті оқушы. Біз бүгін ұбд-да келетін бір сұрақты талдап көретін боламыз. Так, бізге берілген сұрақ мынандай екен. СО2 қосылған көміртек нәтижесінде ес газы түзілген осы реакцияның тепе-теңдік константасының өрнегін анықтауымыз қажет. Енді ең алдымен не істейміз? Ең алдымен тепе-теңдік константасының өрнегінің формуласын еске түсіріп алайық. Ол үшін қарапайым мынандай бір реакцияны алып көрейік та. Мысалы, А заты қосылған Б заты пайда болады, С заты қосылған Д заты. Енді кез келген реакцияның тепе-теңдік константасының өрнегі келесідей сипатталады. Ол бізде өнімдердің концентрацияларының көбейтіндісінің реагенттердің концентрацияларының көбейтіндісінің қатынасына тең екен. Және ең бір маңызды ақпарат бұл бізде тепе-теңдік константасының өрнегін анықтау кезінде біз тек қана газдарды қарастыратын боламыз. Сондай-ақ мына жерде бізде коэффициенттер олар міндетті түрде дәрежеге шығып кетеді екен. Енді берілген тапсырмаға көшейік. Бізде берілген реакция теңдеуі бойынша көмір қышқыл газына көміртек қосқан нәтижесінде ес газы түзілген. Енді ең бірінші реакцияны теңестіріп аламыз, ол үшін ес газының алдына 2 деген коэффициентті қоямыз. Енді осы жерде әрбір заттың агрегаттық күйін анықтап алайық, себебі біз не істейміз, тек қана газдарды қарастырамыз. Так, СО2 бұл бізде көмір қышқыл газы, көміртек ол бізде қатты зат, және ес газы ол бізде сәйкесінше газ. Яғни бұл өрнектің тепе-теңдік константасын анықтау үшін біз көміртекті қарастырмаймыз. Сонда бізде бұл жерде тепе-теңдік константасының өрнегі бізде реагент СО, яғни осы СО-ның ғана концентрациясын аламыз, бізде басқа жаңағы өнім жоқ. Және мына жердегі 2 бізде коэффициент ол не істейді? Дәрежеге шығып кетеді. Және осы өнімнің реагенттің концентрациясына қатынасын арқылы біз константа өрнегін анықтаймыз. Так. Реагентте біз тек қана СО2-ны қарастырамыз. Көміртекті қарастырмаймыз, өйткені ол бізде қатты зат. СО2-ның алдында коэффициент жоқ, яғни сәйкесінше бұл жерде де дәреже болмайды. Бізде жауап нұсқаларының ішінде келетін дұрыс жауап нұсқасы бұл А нұсқасы екен. Егер дәл осы ақпарат пайдалы болған болса, онда каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Алда әлі осындай пайдалы ақпараттар видеоларды жүктейтін боламын.